Сәлем қайырлы күн достар. Мен сіздерге бүгінгі көрсетейін деп отырғаным мотоциклдердің карбюраторы. Міне бұл қазіргі кездегі қытайский мотоциклдерде кеңінен жаппай қолданылып жатқан карбюратор. Енді бұл мотоцикл көп санының артуына байланысты бұдағы цилиндрінің де үлкейіп кішіреюіне қарай көлемі жағынан үлкенді кіші сәл ғана өзгерістер болады. Одан кейін мына подсосты ашып жабатын мына құрылғы, енді кейбірінікі троспен, ал осы екі құрылғының өзі бірінің орнына бірі ауысып келе береді. Енді бұл карбюраторлардың басты бір атап айтатын ерекшелігі деп айтсақ болады, ол осы құрылысының қарапайымдылығы. Мен сіздерге мына карбюраторды көрсетіп сол арқылы айтайын. Бұл міне Suzuki GSX-тің карбюраторы. Бұл жаңағы арағында біршама дүниелері көбірек. Әрі бұлардың түрлері де саналған деп айтсақ болады. Өйткені мотоциклдің маркасына, шыққан орнына, заводына, тіпті шыққан уақытына байланысты да осы карбюраторлерінде азын-аулақ өзгерістер болады. Ал осы кішкентай өзгерістің өзі мотоциклдің завод болуына, яғни от алуына, бұл мотоциклдің күшіне ерекше қатты әсер етіп тұрады. Енді бұл екі карбюратордегі ең бір қатты айырмашылығы мына газдың тросын орнатуында. Енді бұдағы газдың тросын подсосқа орнатып қойған. Газ бергенде подсос көтеріледі, сол арқылы газды реттеп отырады. Ал енді подсосты мына жақта бір кішкентай инемен ғана реттеп қойған. Ал енді мына карбюраторлерде подсос өзі бөлек ашылып жабылады. Ал енді газдың тросын төте цилиндрдің өзіне жалғап тастаған. Сол арқылы бұда газды реттеген. Енді бұл екеуінің өзінің бір артықшылықтары, өзіндік бір ерекшеліктері бар. Енді оны әзір біз осы карбюраторларды жуып тазалайтын боламыз. Сол кезде айта жатармыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өз ой пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар.